Саламатсыздар ма? Бүгін біз скрипка кілтіндегі және бас кілтіндегі ноталарды фортепианодан қалай табамыз, соны үйретемін. Өткен сабақта скрипка кілтін үйрендік. Бүгін бас кілтімен тағы танысамыз. Скрипка кілті екінші сызықтан жазылады және скрипка кілті деп аталады. Өйткені мына соль нотасының екінші сызықтан бастап жазылатынын көрсетеді. Қалған нота атауларын осы нота бойынша табамыз. Мына жерде әдейі бөлек-бөлек сызыққа жазып қойдым. Сызықтағы ноталар, сызықтың арасындағы ноталар. Және мына скрипка кілтіндегі бірінші фортепианодан қалай тауып аламыз, соны көрсетемін. Мына бірінші октавадағы до. Мына до, мына бас кілтіндегі до, бір до. Мына бес сызықтағы ноталарды қалай клавишадан табамыз. До, мына жерден бір нота аттап өтеді, бір нота тастап, аттап өтіп жазғамыз. Мына жерде ми, мына жерде екінші сызықта фа, соль, сольдан кейін ля жазылады, ля. Сидан кейін до, реден кейін ми, миден кейін фа. Ми, соль, си, ре, фа. Мына бес сызықтағы нотаны клавиштан қалай табамыз. Мына до ғой, до мен мидің арасында ре бар. Мына додан секіреміз да, мына жерге бір деген санды қойып белгілеп қоямыз. Бір, бұл бірінші сызықтағы ми, скрипка кілтіндегі. Миден кейін фа. Секіріп мына жерден 2 деген сан жазамыз. Бұл 2 деген сан, бұл екінші сызық. Мына сызықтағы нота, соль. Сольдан кейін ля жазылады. Ля. Мына үшінші сызық. Үшінші сызықта си жазылады. Мына си, мына үшінші сызықта жазылған. Мынау төртінші сызық, ре. Мынау ре болады. Екі клавишаның ортасы, төртінші сызық мынау. Мына бесінші сызық, біз секіріп өтеміз, бір клавиша секіріп, бес. Мына бесінші сызық. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа. Енді бас кілтін үйренеміз. Бас кілті немесе фа кілті деп аталады. Неге фа кілті деп аталады? Өйткені мына төртінші сызықта фа нотасын жазылатын көрсетеді. Мынау. Бас кілті немесе фа кілті. Бұл жерде мына ноталарды қалай есептейміз? Мына до, мына до. Сызықтың үстіне шығып кетті. Тура сызыққа жазамыз, сызыққа. Бұл бесінші сызық, до. До мен мынаның арасында тағы бір нота жазылу керек. Бұл си, си. Алып тастаймыз, бір клавиш аттап өтеміз де, до 5 деп жазамыз. 5. Бұл ля. Бір клавиша секіреміз де 4 деп жазамыз. Бұл төртінші сызық. Емес, осына белгі қоямыз. Белгі қойып қоямыз. Бұл төртінші сызық. Бояп қойсаңыздар болады, бірдеме жапсырып. Бір клавиша секіреміз де 3 деп жазамыз. Мына нота ре. Бұл ре. Келесі, мына жерде бір нота жазылу керек. Одан секіріп, екінші сызықтағы. Бұл си. Нерге ля. Мына бірінші сызық, соль. Бірінші сызық, екінші сызық, үшінші сызық, төртінші сызық, бесінші сызық. Өстіп, мына клавишаға қарап, мына жердегі ноталарды өстіп тауып алса болады. Бірінші сызық, екінші сызық, үшінші сызық, төртінші сызық, бесінші сызық. Бірінші октава ғой. Бірінші октава, мына додаға дейін. Малай октава, кіші октава,